жер. Россия да біздің жер. Ұлы Отан соғысында қазақ қан аққан жер. Франция да біздің жер. Қажымұқан бабам күресіп, маңдайынан аққан тер. Астрахань да біздің жер. Абылай хан шапқан жер. Ташкентте біздің жер. Төле бабам жатқан жер. Египетте біздің жер. Бейбарыс сұлтан кезінде Мамлюки деп жатқан жер. Германияда біздің жер. Нарынбай батыр Нұртқа кеудесіне орден таққан жер. Қырғыз Қытай біздің жер. Күнде думан, күнде той. Думандатып шапқан жерде қазақ жеріне, қазақ еліне, қазақ халқына бір ұшырында қойыңыздар шыққатыр. Меніңді жағаға сеніміз, той жасайтын болса, ағзам асамыз дейсіздер. Бәрі сондай қазақ. Ағзам аса бұл, келе берсін. Ағзамның сорпасынан да кеткен қарақтар. Егер де мені тойларыңызға $1000 жалдайтын болсаңыздар, мен әншімен келем, күйшімен келем, бишімен келем, аттар, музыкант, үстінен $100 босатып болсаңыздар, 4 түрлі салатымен келем. Оның ішінде тағы да $100 босатып болсаңыздар, ресторан жауып болу жұмыспын келем. Үстінен $300 босатып болсаңыздар, бір апта үйлеріңізде келім болам. Арман елдеріңізді баша бақыттырып қайдырған. Әйелдеріне қорқпай еркектер ол ма? Әйелдеріне қорқпай еркек болса қол көтерсінші? Бірақ сүргітті қол көтеріңіздерші? Қалай істеп жатыр? Қорқпаймын. Қорқпайсыз ба? Ассалаумағалейкум. Жоқ, ашық қол көтерсіз дедің ма? Қорқпаймын. Айтыңыз ба? Олар ағамды шамалабай, әйеліне қорқпай дедің. Баяғыда қанша бүгін халық жиналыпты. Бізде әйеліне қорқпай еркек болса ортаға шықсын деді. Ол сияқты бірағым шыққан ғой, мен әйеліне қорқпай батша, әйел затынан вообще қорқпай дедім. Онда қорқпай болсын бергенде, алдына 4 түрлі мал қойыпты. Жылқы, түйе, сиыр қой. Қайсысын қандайсың деді. Ол сияқты ағам сиырға жүгіреді, түйеге жүгіреді, аяққа жүгіреді, қайда жүгіреді білмей әйеліне қарап, қайсысын алайын деп ойлады. Рахмет аға, қайсы? Қорқпайтын қасында елім жоқ. Баяғыда бір жерде үйреніпті де, әйелі бар ғой, құдай сақтасын деген андай. Мейін жейін деген ана жігіт дейші. Ұйықтап жатса да мейін жейін, жұмыста да мейін жейін, түсіріп жатса түсіне беріп мейін жейін. Арақ ішіп дейді, темекі шегіп дейді, ештеңе істеп береді. Сөйтсе еркек бір күні таңғы 9-да басталатын жұмысқа 5 жарымда шығып тұрмасында 3 сағат берді. Сөйтсе әйелі 5 жарымда мейін жейін қалады. Не істерімді жұмысқа кетіп қапты. Басшасы отырып айдап келе жатса, алдынан бомж шықты, бомж. Білесің бомж? Шашы өсіп кеткен, тырнағы өсіп кеткен, аяқ қолы кірді, киімі жыртып. Ана еркек таң азанмен шылдап тұр, бомжға қарап бекат дейді, бомж, арақ ішесің ба депті. Бомж ішпеймін депті. Темекі шегесің ба десе, бомж шекпеймін депті. Қысқа барасың ба десе, бармайын депті. Онда машинаға отырғызып ғой азанмен. Айдап келеді дейді, бомж салып. Бомж салып, қайға барадыңыз дейді ғой? Әйеліне барадыңыз дейді. Не ішкесе? Әйеліне көрсетейін дегенде, арақ ішпейтін, қыздарға бармайтын еркектер қандай болатын деген. Мына негізі санатта ене деген жан пайда болды ма санат? Ене деген керемет жан. Мен үйлендім. Сәке, 5 ай болды үйленгенде. Менің өмірімде де ене бар. Жаңа айтып жаңа байға күйеу боламын деп. Бұл жерде Қайрatan деген красавчик. Қайрatan көңілін тапсам болды. Шолпанбек, Құданың көңілін тапсам болды. Папа деп қойсам болды. Күйеу бола деп сені сыйлайды. Бұл жерде жиырмалистер ене ғой. Енені қарап жүресің. Ененің настроениесі болмаса, сенің настроениең болмайды. Ененің настроениесі болса да сенің настроениең болмайды. Бол, ене бол, ене. Соның енеге қарап жүресің. Мама деп кәдімгі. Ене барғанында, шоғылғанында, нағылғанында, тағылғанында ене. Енелерді сыйласаң болды. Бір ене болды. 3 күйеу бала соқты еді. Дәу кәдер жерді берді. Ашыңдар жүрмесің. Дәу. 3 этажды. Қайнатасы ененің күйеуі. Гаишник еді. Есік алдында дәу бассейн соқты берді. Күйеу балаларын шомылсын деді. Күйеу балаларын шақырып, айналай күйеу балаларын
мен үшін бәріне дайынсың ба десем, үшеуінде тұрып сылжу қайын жоқ деді. Мен үшін бәріне дайын болсаңдар күйеу болармын. Мен сендерді біртіндеп тексеремін. Ертесінде енесі спальник киіп алған, бассейнге шомылуға шашын жайып қойды. Неге шомылмайды екен өзі? Келіп баратқан ғой бассейнге шомылуға. Сөйтсе үлкен күйеу болса балконға барып тұрайық, енем суға батып кеткенсіңдер. Тексеріп алған біліп тұр ғой, енем суға батып кеткенсің болса, енесі көріп тұр соны. Аяғы тайып кетіп суға батып қалды дейді. Мама неге я утапливаю, я тону деп батып ғой. Сөйтсе үлкен күйеу болса көріп қойып құтқарып тұрған. Құтқарсайық, рахмет үлкен күйеу болған. Мен саған сенгем. Азанда ұйықтап тұршы, мен саған мынандай подарок беремін. Азанда үлкен күйеу болса өзін ашып қалса, есік алдында жап-жаңа шоқ атты Жигули. Төбесіне жазып, дәл енеге. Машинаны айдап жүр, үлкен күйеу болса, қуан. Одан кейін оны үш киіп атырды. Қашан енем суға батып деп бассейнге барып ертесіне. Ертесіне ене суға батып, одан кейін оны құтқарып, оған да кетті. Саған да азанда подарок беремін. Ұйықтап тұршы депті. Азанда одан кейін оны көзін ашса, есік алдында жап-жаңа Москвич тұр. Қып-қызыл. Төбесіне аппақтай жасып қойыпты, енеңден. Екеуі машинаны айдап жүр, қуанып. Кішкентай күйеу оны жатырып, аяқ аспан көтеріп. Аяқ ене суға батпады. Батса бата берсін, үлкенге шоқа бер, ортаңға Москвич деп, маған полигон Запорожье деп, батса бата берсін деп қалды. Сен ене суға батып кетті. Азанда кішкентай күйеу оны көзін ашып қалса, есік алдында жап-жаңа жиіп тұр дейді, маған күн деп. Төбесіне жазып қойыпты, қайнапаңнан. Советсіз мұзғалар жоқ па гаишіктер адырады? Гаиді қайқа білесің? Гаиді білесің ба? Қанынан білген болады білесің, гаидің қаны деу болады. Ол қаны гаиді бейнелетін. Бағана бір гаиді көріп, мен сияқты арық гаишіктің. Көзім шықпет анам көріп. Тоқтадың да, сіз гаишіктің білесің, мен ақпырып, қанша ол жұмыс деп атқан білесің? Бірақ апта болды дейді. Айтып бір шықпет көресің деп болып шығарды. Бір гаи 50 жыл жұмыс істеп, пенсияға шығартқан ол, сөйтсе жұмыскерлерді сұрап отырайық, аға, сізден ағамызсыз, бастық болдыңыз, осы өмірде жолда, қанша жыл жолда болдыңыз, қандай қызық болғыда өтті басыңыздан десе, ана гаи айтады дейді ағамыз. Мен қазақтарға ренжідім депті. Бір қазақты сыйламайын деп. Не үшін десе, бәрі жолда жүресің ұзап депті. Қызына өтіп кетеді, ремет тақпай, переуізбен жүреді, ішіп алып жүреді депті. Мен де соңғы көшеге шығып, қалқама 50 мың теңге алып шығып өтті гаи. Кім жол жүресін бұзбайды, соған 50 мың теңге береді. Прикинь, гаи адам ақша берген отыр. Шығыпты. Көрейік гаиші, Алла таяғын айналдырып. Бір шоға келеді дейді, 30 десе 35, 40 десе 45, затем бұл жоқ, ремет тақпаған, сол тоқтатып қой гаи. Сөйтсе, тоқтайсам қазақ білесіздер ғой, кінәлі болмаса атып қосуға шығады ғой сразу. Шофер атып шығды, неге тоқтатасың мен гаи? Жол жүрісін бұзған жоқпын ғой десе, сол үшін саған 50 мың теңге береді. Ана қуанып кетті, рахмет гаишіге, жақсы болып ақша таппай жүреді, осы ақшаға өзіне права алатын болып ойлады дейді. Сен права жоқ па деп шыңдап алса, артынан әйел шыққан дейді шофердің. Гаишіге оған сен негізінде кішкене адам емейді деп ойлады дейді. Сен шыңдағансың деп шыңдап алса, артынан апаш шыққан дейді. Айналайын айттым сендерге ұрланған машина айналай қояйықшы деп дейді. Сендердің машинаның ұрланған деп жыңдатып алса, артынан багажникке ұрып отыр дейді. Ашып қалса көзім ақырайды, көріп жатыр. Үйіңді ешелер арнасында деп айтады дейді.